армысыздар, каналыма тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Қара торының сұлу тартымды мүсінімен айналасындағы барлық жігітті өзіне қаратқан сылқым бикеш ару соңғы кезде бойындағы өзгерістерді байқамады. Мінезі ұшқалақ жігіттері жылы сөйлеген ару үшін бағалы байлық сияқты сол сөздерге еріп қанша жігіттің қойнында жатқанын да білмеді. Арудың ата-анасы сондай жуас жандар. Ару үйдің үлкені, одан кейін де бауырлары бар. Балаларына өте бос қарағандықтан ба, Арудың жеңіл жүріске түсуі де ешкім бетін қайтармады. Арудың бар уақыты айнаның алдында өтеді. Кеш батса есілдерді кешке көше, тіпті қыз боп үйдің бірде-бір тірлігін үйренбеген. Анасы ұрысып ақырын шашылып жатқан үйді өзі жинап шығатын. Қызының беті жылтырағаны болмаса қолынан ештеңе келмейтін. Бірақ қыдыруға, ішімдік пен темекі шегуге келгенде алдына жан салмайтын. Байғұс әкесі таңның атысы кештің батысын қара жұмыстан келеді. Тамақ шайын іше салып отырған жерінен қалғып ұйқыға кететін. Арудың аты да танымал бола бастаған. Сасық етке жиналған шыбын сияқтылар да жанынан шықпай күнде кешке сыраларын әкеліп қала сыртында жын ойнақ болатын. Таң ата есін жинайтын Ару. Шаштары бабырап, бетіндегі бояу қалмай, ерні ісіп кеуіп үйге жететін. Сол жатқаннан түс ауа ұйқыдан анасының айғайынан әзер тұратын. Мектепті де әрең бітірген Ару ешқандай жұмысты да істегісі келмейтін. Бар қалауы кешке болатын жын ойнағы еді. Басқасының бәрі ол үшін қызық емес. Жүкті екенін басы айналып құлағанда бірақ білді. Анасы шырылдап ұрысқанымен не пайда? Баланы алдыруға тым кеш еді. Анасының күнде айғайлап, байға кет, әйтпесе үйден өзім қуып шығамын, ішің шермейіп деп айғайынан мезі болған Ару мектепте жүргенде өзіне өлердей ғашық болған Қаршыға есімді сыныптасына үйленуді ойлады. Қаршыға жастайынан жуас мейірімді, әкесіз өскен жалғыз анасымен ғана тұратын. Мектепті бітіре сала оқу оқып сыртқа кеткен, әлі де сол Аруға деген сезімі басылмаған еді. Сырттай бақылаған Ару Қаршығаның айналшықтап уысына оп-оңай түсірді. Ару сыныптағы Қаршығаның басында шағын тартып сыпайы сөйлесе бастады. Бірте-бірте сеніміне кірген Ару көз жасының көлдете жігіттің аяушылық сезімін тудыртып, соңында Қаршығаға өзіне жар етіп алатынын айтқанда қуанып кеткен Ару аспанға секіре жаздады. Жүрегі мейірімге тола Қаршыға Аруға қатты ғашық еді. Бір кездері енді сүймеймін деген қыз қайта алдына келіп өтірікті шындай ғып сапырғанды сенбеу мүмкін емес. Ару Қаршығаға сені мектеп кезінде ұнататынмын. Қыз басымен сезімді білдіруге ұялдым. Қаршыға сырттай ғашық көңілін білдіруден ұялатын. Мектеп бітіргесін оқуды да оқи алмады. Әке-шешемнің жағдайы келмеді оқытуға. Құрбыларымен қыдыруға шыққанда бір жігіттер алдап, сусынға дәрі қосты ма, есімді білмеймін. Арымды таптап кетті. Одан кейін оларды таппадым. Жүкті екенімді бірнеше айдан кейін білдім деп егілген қызға жаны ашқан Қаршыға, ештеңкені уайымдама, мен сенің күйеуің, балаңның әкесі боламын. Сені еш уақытта жылатпаймын деп құшағына басқан еді. Әттең-ай, сол бақытында Ару бағалай алмағанның жанына қатты батты. Баласының қуанышты жүзін көрген ана сұраулы жүзбен ұлына қарады. Апа, мен үйленемін. Өте қарапайым қыз, өзімнің сыныптасым Аруға дегенде анасы бір түрлі күйде үнсіз қалды. Аруды онша танымаса да мектепте жиналыстарда тәртібі нашар деген сөздерді жиі еститін. Асықпашы құлыным, оқуыңды бітіріп ал, шүкір әлі де өзім кір-қоңымды жуып тамақ жасай аламын дегендей сөздерін айтқанда анасы ұлы тыңдар емес еді. Апа тек ренжи көрмеші, ол қыздың менен аяғы ауыр дегенде анасы таңырқай не дерін білмей қалды. Іштей ұлына сенгісі келмесе де ұлының еш уақытта өтірік айтқанын естімеген еді. Қаршығаның анасы туыстарына хабар беріп тойдың қамына кірісе бастады. Әйелдердің басы қосылған жерде әңгіме жата ма? Бірі Ару туралы оның көше қызы әрі баяғыдан бүлінген қыз деп айтып жатқанын құлағы шалып қалған. Қаршығаның анасы өз құлағына өзі сенер емес, төбесінен жай түскендей, ұлым маған өтірік айту мүмкін емес деген сөзді қайталай берді. Іштегі күдік
жеп бара жатқан ана жалғыз ұлының тойында жарқырап жүрудің орнына көңілсіз жүрді. Тойдағы келіннің ішімдікті суша сімірген тағы бар. Іштей апырай, балам бақытты отбасы болса екен деп тілеумен болды. Таңертең келіннен сәлем күткен нене әрі-бері күтіп өзі тұрған еді. Ұлы аяғының ұшымен жүріп газге шай қойып жатыр екен. Балам-ау, келін қайда? Мына тірлігің не деп ренжіді. Қаршыға: апа, ару қатты ауырып жатыр, ренжімеңші, кішкене түсіністік танытыңызшы деп ұлы жалынышты үнімен айтқасын анасы үндемеді. Жас келін түске таман әзер тұрды. Ауырып тұрмын деген сылтаумен тамақ істемей, үйді де жинамай сол баяғы өзі үйінде еркелікке салынды. Енесі ұлы үшін ауыз ашпай іште жабырқаулы. 4 айдан соң шекесі тоғырсықтай ұл баланы дүниеге әкелді. Қаршығаның қуанышында шек жоқ. Анасы болса сол бір күмәні сейілмей, келініне де сәбиге де мейірімділігін оянбады. Әлі де оқып жүріп Қаршыға келіншегін анасына тастап қалаға кетті. Ене мен келіннің арасында ұрыс енді басталды. Үй тірлігіне мүлде ебі жоқ, әрі тамақты да істей алмайтын ару босанған соң саусағын қозғалтпады. Енесі қанша үйретсе де кетесі әйелдің ісі сияқты шала істеп, не тамағы шикі, не шайы дұрыс болмағаннан соң енесі ұрысып алатын. Бұл ұрыста ару да қалыспай енесімен төбелесуге дейін баратын болған. Осылай 3 жылдан өте шықты. Күнде ұрыс-керіс, баяғы өмірін аңсаған ару әдейілеп тағы ұрыс шығарып, үйдегі бар затты қиратып, ұлын тастап бір жола кетіп қалды. Артынан енесі мен күйеуі кешірім сұрап барса да келмеді. Қаршыға: жаным, олай етпеші, ұлымызды аяшы деп қанша жалынса да, маған бала керек емес, саған да керек болмаса балалар үйіне өткізіп жібер деп айғайлап кетіп қалды. 3 жасқа толған бүлдіршін папа деп құшағына тығылғанда Қаршығаның жүрегі езіліп кете жаздайтын. Өз ұлы болмаса да өз ұлынан кем көрмей өсіруге шешім қабылдады. Бұл үйде тек Қаршыға ғана сол баланы жақсы көрді. Әжесі мүлде бауырына тартпады. Көздері жаутаңдаған сәби әжесінің қасына жолауға да қорқатын еді. Іштегі күдігі жеп бара жатқан ана жалғыз ұлының тойында жарқырап жүріп ару сол баяғы жын ойнағына қайта оралды. Ата-анасы ұрысып отбасына баруын айтқанда құлақ аспай басқа қалаға кетіп қалған болатын. Араға 2 жылда зулап өте шықты. Қаршығаның анасы ұлына өзі іздеп жүріп бір шүйке басқа үйлендірді. Қаршыға сүймесе де ұлына ана болсын деген ниетпен олжанмен бас қосты. Бұл жаңалық арудың құлағына жеткен кезде іші қыж-қыж қайнап Қаршығаның үйіне келді. Ұлы қасына мүлде жоламай әкесінің құшағына тығыла түсті. Ару ұлын сағынып емес, Қаршығаның отбасы болған көре алмай қызғанышпен келген болатын. Аузына келгенін айтып сол үйдің берекетін алды. Ұлыңды аласың ба дегенде Қаршығаға қайдағы жоқ әңгімені екінші әйелінің көзінше айтып араға от салды. Бірде ішіп келіп тағы мазасын алған арудың енесі тәртіп сақшыларын шақыртып 3-4 күнге қамауға алғызды. Бостандыққа шыққан ару сол бір қызғаныш, көре алмаушылықтың кесірінен өзінен бірнеше жас үлкен еркектің екінші әйелі болып тиіп алды. Бұның бәрін Қаршығаны қызғандыру үшін істеген еді. Тиген күйеуі Жұмабек сөйлескенде жуас, айтқаннан шықпайтындай боп көрінген. Алайда бұл Жұмабектің сыртқы бейнесі, өмірде ондай жан емес еді. Арудың алғаш күннен бастап өз қолын ала бастады. Үйдегі әйелдің орны қалай болатынын көрсете білді. Айтқанын қылмаса таяқта жеп алатын ару бұрынғыдай емес басылған. Жыл сайын құрсақ көтерген ару әбден әбіржіп күйеуінен қорқып өмір сүріп жатты. Арада бірнеше жыл өтіп ару екінші күйеуінен 6 балалы болды. 3 ұл 3 қыз әкелген ару ашуланшақ болды. Бар ашуын балалардан алатын болған. Үйде Жұмабек жоқта бар тірлікті кішкентай бейлі қатаймаған қыздарына істетіп қоятын. Балаларына да мейіріммен оянбаған ананың балалары да сонда да мамалап жақсы көретін. Уақытта зырлап өтіп жатты. Балалар да есейіп, қыздар да бой жете бастады. Үлкен әскерге барып та келді. Соңғы кезде әкесінің ауырып жүрген жанына бататын Жұмабекті жүрек ауруы шырмап алған болатын. Ешкімге айтпай сыр білдірмей жүрген еді. Ұлы бірдеңе сезгенде ешкіммен ойласпай келін әкеп әкесінің ақ батасын алып үлгірді. 1 айдан соң Жұмабек ана дүниеге сапар шегіп артынан боздаған тек балалары ғана. Іштей ару қатты қуанды.
енді өзі бастық, әйдейтін ешкім жоқ. Күйеуі қайтыс болғанда арудың жасы 40-тан асқан еді. Балалардың мемлекеттен берілетін жәрдемақыны, онан қалды ұлына кредиттер неше мәрте алғызып, шағын ішімдік сататын дүкен ашып алды. Бұрынғы жұрнақ үйірін көп өтпей-ақ тауып алып, ішіп жегеніне мәз. Күнде үйге қонбауды да шығарған. Ұлы ренжіп айтып еді, аузына келгенін айтып, соңында келіне тиісіп, бәрі сенің кесірің, сен оңбаған, от салып отырсың деп жазықсыз келінді кінәлап, содан кейін жауын көргендей қарайтын болды. Арада тағы жылдар өтіп жатты. Арудың жасы 50-ден асса да, сонда да әлі сана кірмеген әйел. 2 қызы шаңақ көтеріп жақсы жерге барып бақытты өмір сүріп жатса да, анасы Ару тиыштық берер емес. Қыздарынан ақша сұрап бермесе қарғысын жаудырып, әбден мазасын алды. Арудың қолына ай сайын көп ақша түсіп тұратын. Жеке дүкенінде бар, бірақ ақшаны қайда неге жұмсайтыны белгісіз. Не үйіне ап келмейді, я өзіне жаратпайтынын. Ұлы тапқан табысының жартысын анасының кредитін жауабымен ақ өмірі өтіп жаттыр. Бірін жапса тағы анасы Ару кредит алады. Неге аласың деп айғайлаған ұлына, шаруаң болмасын, енді шешеңнен есеп сұрайын деп бедің, деп кетіп қалатын. Қазіргі кезде 50-де жастан асқан Ару бетіне әжім түссе де, көзіне 3D кірпік салып, жасанды қас, бетіне меселі бояумен боянып жүрген модный әже. Немерелі болса да өз басын ойлайтын, балаларына бірде-бір мейірім жоқ әже.